Осыдан бір жыл бұрын 19 шағын ауданында бой көтерген хоккей кортының орнына биылғы жаз маусымына арнап спорт алаңы тұрғызылып жатыр. Аталмыш нысанда пляждық волейбол, баскетбол және үстел теннисі болады деп жоспарланып отыр. Сейчас вы видите, что мы, согласен, несколько опоздали, но нам помешали погодные условия. Ауа райының қолайсыздығына байланысты жұмысты тоқтата тұруға тура келді. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыс қызу жүріп жатыр. Бүгін 200 тонна топырақ әкеліп төселінді. Жалпы алаң 18 квадрат метрді құрайды. Мектептен тіс істер орталығының директоры Юрий Мощенконың айтуынша нысанның құрылысына 20 миллион теңге жұмсалған. Жоспар бойынша келесі аптаға қарай құрылыс жұмыстары толығымен аяқталып, алаң қолданысқа берілмек. Было затрачено, вот сейчас, если вы видите, сюда было завезено уже около. Бұл алаңға 300 тонна құм төселеді. Оған 400 мың теңге жұмсалды. Сонымен қатар торға, допқа және теннис үстеліне қаржы бөлінеді. Мұнда келуші балалар мен ересектерге сағат күндізгі 10-нан кешкі 8-ге дейін есік ашық, әрине тегін. Алаңға тек қана жас жеткіншектер ғана емес, сонымен қатар ересектерге де келіп бой жазуға болады. Нысан сағат күндізгі 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді.